Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Өкінішке орай Сәкен Майғазиев ағамыз жол апатына түскен екен. Бұндай жағдай бәріміздің басымызға келуі мүмкін. Сол үшін жақындарымызға, достарымызға, туыстарымызға абай болайық, жол ережелерін сақтайық. Өзі бір белгіленген ереже аясында жүріп, амандығымызға қатты көңіл бөлейік. Расымен де жолда көптеген оқиғалар болып жатады, білесіздер. Өзім де ең жақсы көретін әпкелерімнің бірі өмірден дәл осы жол апатынан, соның салдарынан дүниеден өткен еді. Сондықтан да жолда абай болыңыздар, Алла сіздерді қорғап, қолдап жүрсін. Енді ағамызға келетін болсақ, мен алдымен бұл жаңалықты, суретін көріп отырсыздар ғой қазір, Demokrat.kz сайтынан оқыдым. Сөйтіп, сіздермен бөлісуді жөн санадым. Demokrat.kz сайтында Сәкен Майғазиев жол апатына түсті деген тақырыппен шыққан екен. Әлі ағамыздың да видеосын сіздерге қойып беремін қазір. Майғазиев жол апатына түсті. Жол апаты Түркістан облысындағы Сарыағаш қаласы бағытына кетіп бара жатып, Сарыағашқа бара жатқан кезде болған. Көліктері осылайша апатқа түскен. Сарыағашқа кетіп бара жатқан жолда қарсы шыққан көлікпен соқтығысып, апатқа түстік деп Майғазиевтің өзі айтқан екен. Ең бастысы, адам шығыны жоқ, басымыз аман деген Сәкен Майғазиев жолда жүргенде өте сақ болуға шақырды дейді. Бұл видео TikTok арнасына шыққан екен ағамыздың. Сол жерде 251 мың қаралым жинаған. Ассалаумағалейкум. Сіздерге қойып берейін, өздеріңіз де естіңіздер. Асылдарым, баршаңызға Алланың сәлемет тыныштығы, амандығы, берекесі болсын деп тілеймін. Тілеуқор жандар бәрі. Рахмет ағасы. Расымен де көп видеоларында осылай тілектерін айтып жатады. Ағамызда барлығы жақсы болсын. Құшақтадым, Алла разы болсын. Шынында енді жұмыр басты пенде кез келген адам басында болуы ықтимал жағдай болғандықтан, кеше шынында жол апаты оқиғасы орын алғаны рас. Сарыағашқа кетіп бара жатқан кезде үлкен жылдамдықта қатты асығып келе жатып, бір машинамен соқтығыстық, екі машина. Шынында мысалы осы әңгімені естіп отырамын да елестету қиын. Жақында өте жақын адаммен жолға шықтым. Ұзақ жол, 150-160 километрдей жол. Бірақ кешкі уақыт еді. Жолда ұйықтап кетіп бара жатыр да, көздері жұмылып жатыр. Сосын мен айттым, болмаса бір жерге барып 20-30 минут тынығып алайық та. Енді бәрібір де денсаулық бірінші орында, өздеріңізге қарап жүріңіздер. Сөйтіп жарты сағаттай ұйықтап алды, кішкене көзін іліп алды. Сосын аман есен жеттік жететін жерге. Машинада екі автокөлікте трассадан шығып кетті. Бірақ ең бастысы дін аманбыз, ешкім зардап шеккен жоқ, адам шығыны болған жоқ. Соған шүкіршілік етіп тарқастық. Енді айтайын дегенім, мен оны елді даурықтырайын, дүрліктірейін деп бір лентаға салып, ондай дүние жасайын деген ойымда болған жоқ. Мен бар жоғы сторис арқылы сақ болыңыздаршы, жолда жүрген жолаушылар абайлап жүріңіздерші деген ниетпен ғана салып едім. Ағаға рахмет айтамыз. Я, расымен де жаңа мен де айттым сіздерге, жолда абай болу керек. Енді жол болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады, білесіздер. Сол үшін абай болу керек. Ләж болса шаршап, ұйқың қанбай мінбеу керек. Сосын сабыр сақтап, асығудың да қажеті жоқ деп санаймын. Және әрине белгіленген ережелер аясында жүрсе, Құдай қаласа, барлық адам аман болады деп ойлаймын. Сосын ағамызды мен негізі өзім ерекше сыйлаймын. Ағамыз көптеген жерлерде үнсіз қалмаған. Мәселен, Sputnik.kz сайтында ағамыздың өмірбаяны жазылғанда, сол жерде арасында оқып берейін, сіздерге де қызық болады деп ойлаймын. Қазақтың жері қазақтікі деген Сәкен Майғазиевтің өмірбаяны десеңіздер, көре аласыздар өздеріңізде. Сол жерде қазақтың жері қазақтікі деген. Ол жерде Сәкен Майғазиев ел мен жердің тағдырына бейжай қарай алмайтын ұлт жанды әншілердің бірі дегенді. Расымен де осылай үнсіз қалмайды ағамыз. Бұл өмірбаяны айтайын ба, қашан жарияланған? Өмірбаяны 18-де жарияланған, 7 жыл бұрын жарияланған. Және осы жерде айтады, осыдан 2 жыл бұрын, демек 2016-да болғанын айтып отыр. Осыдан 2 жыл бұрын жерді ушыққанда дейді, халықпен бірге екенін білдіріп,
жерді сатуға қарсы шыққан азамат дейді. Біреу ертең отқа май құйып жіберсе, енді ағамыздың сөзі, біреу ертең отқа май құйып жіберсе, үлкен бір адам шығынына әкеп соқтыруы мүмкін. Сол үшін тез арада елдің бейбітшілігін қаласа, халық санының артқанын қаласа, кемімегенін қаласа, билік ертерек шешімін өзгертсе деген талап тілегіміз бар дейді. Осылайша жердің сатылуына да, оның жалға берілуіне де қарсы екенін ашық білдірген азамат. Сосын қол жұмсауға мәжбүрлемеңдер деген. Бұл жерде ақыл парасаттылығы өз алдына қазақы болмысымен ерекшеленетін Сәкен Майғазиев ұлт тамырына балта шабатын дүниелерге қарсылығын білдіріп, отандастарының намысын оятып, жігерін қайруға тырысатын намысшыл әншілердің бірі десек, артық айтқандық болмас дейді. Сайтта осылай жазылған. Осы сияқты оқи берсең көп кіріп өздеріңіз қызығып оқысаңыздар болады. Жалпы тек Сәкен Майғазиев ағамыз емес, Музарт тобындағы әншілеріміздің бәріне құрметім жоғары. Керемет әншілер, қаншама жылдан бері үлкен сахнада жүріп білесіздер. Осы ағамызға кейде уайымдап қалам, айтады ғой, қатарыңның алды болма, көз тиеді, арты болма, сөз тиеді дегенде. Ағамыз жақында білесіздер, ұлын үйлендірді. Енді естуім бойынша 70 миллиондай қаржы жұмсалған екен, онлайн той өтті білесіздер. Сол көз тиіп кете ма деп ойлаймын. Инстаграм парақшасына кірсем де лифттің ішінде қалып кеткен жағдай да болған екен ағамыздың. Ол видеоны да қойып берейін сіздерге. Сәкен Майғазиев ағамыздың инстаграмы, сол жерде ағамыз лифтте қалып кеткен екен да. Қазір енді бұндай жағдайда басқа самасын. Қазір енді заман дамығаннан кейін құтқару қызметшілері жақсы жұмыс істейді ғой, Аллаға шүкір. Дегенмен де осылай кішігірім сынақ болып жатыр ма ағамызда? Ой, достар, қызық жағдай болды. Жарты сағаттан аса лифттің ішінде қамалып қалдым. Ағамыздың өзі де күліп айтып тұр ғой, енді қамалып тұр, мен болсам уайымдап көтеремін, енді өз басында. Осындай жағдайға түсіп қалсам уайымдап көтеремін. Керемет қонағым, енді антижанамасын қойды. Дәмді тамақ үшін, ашық қабақ үшін құрақ ұшып қарсы алып. Қараңызшы, өзі қамалып қалған лифтте, бірақ қонақ үйді мақтап отыр. Дәмді тамақ үшін, ашық қабақ үшін деп. Алған үшін ризамын, бәрі жүгіріп жүр, Алла разы болсын, бірақ лифтер кетіп қалған екен. Сондай жағдай болып жатыр. Әп-сәтте қарап отырсаң. Неше түрлі дүниелерді еске түсіреді, тәубаға келтіреді. Ең бастысы ауа бар бұл жерде. Бәрі жүгіріп жүр, естіді, сигнализацияны бастым. Аман болыңыздар, жақсылықта жолығайық, ашуланбаңыздар. Барлығын Алла үзіреттеп береді. Жақсы күнде жолығайық, шыққан кезде тағы жаздым. Күліп отыр ғой тағы. Өзі мәз ағамыздың. Дегенмен сақ жүріңіз деп айтқым келеді, ағамыз үшін дұғада болайық. Өз басым ризамын Сәкен Майғазиевке. Онлайн тойында сынағандар болды, оның алдында да қызметте жүрген кезде де сынағандар болды. Дегенмен оның бәрі бөлек тақырып, оған бөлек тоқталуға да болады. Бірақ өз басым Сәкен Майғазиев ағамызды құрметтеймін, жақсы көремін әндерін. Өзінің бір-екі әні бар маған қатты ұнайтын, сол әндерін тыңдаймын. Жалпы барлығы жақсы болсын деймін. Бір-біріміз үшін дұғада жүрейік. Барлығы жақсы болсын. Бұндай жағдайлар Құдай қаласа өмірінде болмай, бақытты отбасы болып жүре берсін. Сіздерде де барлығы жақсы болсын. Аман болыңыздар.